Ендігі бір айтатын мәселе, бізде соңғы кезде өрімдей жас жігіттер сақалын сапситып қойып, балақтарын шорт кесіп келеді. Бетін тұмшалап, бүркөп, қап-қара көйлек киген қыздардың қатары көбейді. Бұл біздің ұлтымызға да, сана сезімімізге де, дәстүрімізге де келмейді. Қазақта қара кию кісі өлгенде киеді. Қара жамылып отыр екен деп. Үйдің иесі өлді, немесе бала шағасы қырылды деген сөз. Әрине, әркімнің өзі не кием десе, сол кием деген бостандығымыз бар деген сөз ғой, ол басқа нәрсе. Мынау әдейлеп тұрып, бізге қарсы шығатын, қазақты бөлетін, Құдай деген адамның жүрегінде болу керек емес па? Дінге де жатпайды ол. Бетті тұмшалау. Шариғатта да жоқ нәрсе. Шариғатта да жоқ. Бетін тұмшалау. Арабтың өзінің салт дәстүрі бізге келген. Біз дінімізбен бірге ұлттық дәстүрімізді мықты ұстауымыз керек. Біздің қыздарымыз атам заманнан бері қарай бөрік киген, келіндері орамал салған, аналарымыз кимешек киген. Міне біздің салтымыз. Ешқандай дін де ештеме де одан бөлінген жоқ. Тағы да айтайын, қазақта шымқай қара киіну жаман ырым. Кішісі өліп, қара жамылып отыр деген сөз бар. Сонда біздің жастарымыз осындай бізге керек емес, ата-бабамыздан қалмаған өсиетке қарай жүретін болса, еліміздің болашағы не болады? Біз оған жол бермейміз. Мына тәуелсіз елді оларды тайтаңдатып қояйық деп жасап отырғанымыз жоқпыз. Бізге Қазақстанның бірлігі керек, болашағы керек, өсіп өркендеп зайырлы мемлекет болуымыз керек. Жазықсыз жандардың қанын төгу, қай дін, қандай ағым ақтай алатын қылмыс сол. Айтыңдаршы? Қанқұйлы. Қазіргі болып жатқан сол. Мұсылман адам бір адамды өлтірсе, адамзатты өлтіргеннен тең. Қазір мұсылманды өлтіріп жатыр. Нағыз біздің дінімізге балта шабатын сол. Біздің дініміз, айтамыз, біз алдың қатарлы дін, ең соңғы дін. Біздің пайғамбарымыз да сондай, соған сай болуымыз керек. Жастарды білімге баулу керек. Білімді болмасақ, жастарымыз білімді болмаса, еліміз, халқымыз білімді болмаса, ертең біз қалып қаламыз. Көштің артында қаламыз. Сондықтан мұндай мәселеге келгенде әр адамның ішкі сүзгісі болу керек. Сарапқа салып. Сарапқа салу үшін білімі болу керек. Осыны халыққа терең түсіндірулеріңіз керек. Жамағатқа сөзін өткізу үшін имамдардың беделін көтеру керек. Өздері инабаттылықпенен тазалықтың үлгісін көрсетулері керек. Шет елдерде өз бетінше діни білім алуға кеткен кейбір жастарымыздың жат ағымдардың арбауына түсіп, елге теріс идеялармен келу қаупі бар. Енді алдап сулап, дүниеде әр нәрсеге қол жетемей қалған, жұмыссыз қалған жастарды біраз ақша беріп, алып кетіп, соғысқа салып, мына жерде қырылып жатыр шетінен. Егер де жаман жолға түсіп, экстремизм, терроризмға осы жақтан кететін болса, ол қайтып келмейді Қазақстанға. Ата-аналарды бәрі де білу керек. Барғаннан кейін өкініп, бармаған тістеп жатқандар да толып жатыр, мен білемін оны.